Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай ерекше тақияны лекаласын алуды үйренеміз. Оның төбесі 4 бөліктен тұрады. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып тіркелсеңіздер болады. Бізге алдымен осындай басымыздың өлшемі керек. Ол үшін видеода көрсетілгендей сантиметрлік лентамен басымыздың шеңберін өлшеп аламыз. Ол әркімде әрқалай шығады. Мен өзіме 58 сантиметр деп алдым. Және осы 58 сантиметрді сызып аламын. Ол біздің тақиямыздың астыңғы бөлігі. Ұзындығы 58 сантиметр, ені 5 немесе 6 сантиметр. Ол тақияның биіктігі. Мен өзіме 6 сантиметр деп алдым. Тақияның шеңберін тұрғызу үшін бізге радиус керек. Оны есептеуге радиустың формуласын қолданамыз. Си ол шеңбердің ұзындығы. Шеңбер ұзындығы біздің өлшем бойынша 58 сантиметрге тең. Ал пиіміз тең 3,14. Екіні 3,14-ке көбейтіп алайық. Онда шығады 6,28. Формулаға салсақ, 58 сантиметр бөлеміз 6,28. Калькулятордың көмегімен есептейміз. Сонда бізде шығады 9,2. Ол 58 сантиметрлік шеңбердің радиусы. Ал біз осы радиусты алатын болсақ, онда біздің тақиямыздың төбесі шығыңқы жері болмай қалады. Ол осындай жазық қана болып қалады. Сол себептен де мен оған 8 миллиметр қостым, қосымшаны. Сонда тең болды менің радиусым 10 сантиметрге. Мысалғы, тақияңыздың төбесі қатты биік болмасын десеңіз, 9,2-ге 6 миллиметр қоссаңыз болады. Ол өзіңіздің моделіңізге байланысты. Сонда сіздің радиусыңыз 9,8 болып шығады. Ал енді лекала тұрғызудың негізгі бөлігіне кірісейік. Біз өзімізге керекті өлшемдерді алып алдық. Ол бастың шеңбері 58 сантиметр. Және формула бойынша радиусты таптық. Ол 10 сантиметр. Сызғышпен осылай циркульді аламызда 10 сантиметр радиусы бар шеңберді сызып аламыз. Сіздерге мен сызған шеңберім анық көрінбей қалды. Сол себептен осындай маркермен қатты бастырып шығайын. Сіздерге көрініп, түсінікті болу үшін. Осы сызған шеңберді 4 бөлікке бөліп аламыз. Және белгі қоямызда сантиметрлік лентаны аламызда басымыздың шеңберін осы жерден шығарып аламыз. Ол бізде 58 сантиметр. 58 сантиметрді өлшеп, белгі қойып қоямыз. Енді мұнда бізде артық қалған жерін өлшеміз. Ол бізде 8 сантиметр шықты. Ол осы тақияның төбесіне берілетін қосымша. Тақиямыз 4 бөліктен тұрғаннан кейін 8-ді 4-ке бөліп аламыз. Әр бөлікке 2 сантиметрден бөлінеді. Негізгі сызбадан екі жағына 1-1 сантиметрден шығарып аламыз. Ол 2 сантиметрді бір-біреуден жібереміз. Ортаға негізгі нүктеге осы алған 1 сантиметрімізге тіке сызық арқылы қосамыз. Сонда бізге тақияның төбесіндегі 4 бөліктің
бір бөлігін шығарып алдық. Оның сыртқы доғал шеңбер жағын лентамен өлшеген кезде бізде 14,5 шығады. Осыны 4-ке көбейткенде, яғни 4 бөлікке көбейткенде 58 сантиметр шықты. Ол біздің басымыздың шеңбері деген сөз. Енді осы бөлікке тігіске беретін қосымшаны қосып, өздеріңіз біліңіздер, матаның қалыңдығына, астына форма ұстауға беретін материалдың қалыңдығына байланысты қосымша қоссаңыздар болады. 0,5 миллиметрден 1 сантиметрдің арасында. Мен өзіме керек қосымшаны қосып алдым, тігіске кететін. Және осы бөлшекті қиып аламын. Осындай бөлшекті 4-ке қылып қиып аламыз. Бұл біздің тақиямыздың төбесінің бөлшегі болып саналады. Видео түсінікті болды деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойып сұрасаңыздар болады. Келесі видеода осы тақияның тігілу жолымен бөлісемін. Сау болыңыздар.